Урие Эдемова Айдын кечеде. Алие юрек ээжаны біраз ятышқан соң қызына әсіретлі көзлеріле бақты. Дүлбер көзлері yorgun бақалар, ләкин оларда ғам қасивет деген шей көрінмей. Хошнутлық, мемнуниетлік бар. Қабарық елтыраву қой кестане ренклі сачлары күнештен янғанлар. Озу бойлейді, бір яначығына ұрсаң, екіншісі чатлайжақ кебі толу янақлы қыз дегіл еді, енді да азған. Ләкин бұ азғынлық ничарлықтан делелі дегіл. Аксіне, оның фидан кебі нәзік, yüksекчейін дамына бір пішкінлік бағышламақтайды. Олыр олмас елерден майша жақлардан дегіл, атта қатлы қышының қасырғасына азыр кебі көріне. Күлімсірегенде янақларындаки ойчуқлар да теренлешелер ве оның тегіз рузгарлы авалардан азачық боғдай ренкіні алған чересіне тасверге келмес бір дүлберлік бағышлайлар. Ах, менің балам, деп оны құчақлады, бағырына басты, янағыны оның янағына қойып, көзлеріні юмды. Оларны ачқанда, көзлері бірден натықчының назарынен раст келіштілер. О бақышлар Алиеге серт ве мерхаметсіз олып көрінділер. Чересі де ғайет түшінжелі ве жидди. Лейля ерте барды ачқан ақбардаққа сүмбүлге бензей. Бұ үйге тесе, бұтын тұрушынен қайсы ағачыны аңдыра. Алие оны ничундыр Лейлянын Ташкенттегі нишанлысынен қияс етті. Нишанлысы эм дүлбер ве эмде йымшақ табиатлы, мерхаметлі. Ғайет дүлбер киініп юрейді. Түбінде де кімседе олмаған тыш мемлекет машинасы. Парада тапа. Елінде алтын кебі зенаты да бар. Ләкин шымды бойле татлы түшінжелерден Алиенің юрегі хошланмақ дегілді, тарсықты. Дүлбер ве мерхаметлі, незакетлі тырнақчалар ішінде Киевінден ұзақлашмақ істеді. Мында бұ генчлер қаба көрінішлі оғланлар, штанлы илвансыз қызлар чадырлар ішінделер. Вақтында sıcақ аш көрмейлер. Элбет, Алиенен жевайыр келгенлерінде ойле чоқ олмаса да, мындаки шарайетнен баяғы танышлар. Лейлянын мындаки омыры üçün анасы да, тизесі де анда пек ратсызланайдылер. Қырымдаки тырдақчалар ішінде захватларда бізімкілеріні көтеклегенлері ақында ешіткенде олар жоқ гежелеріні юқысыз таң аттырайдылер. Бұ ерге келгенлерінен Лейлянын бір қач генчінен берабер яны тырнақчалар ішінде захват япылажақ ерні бақмаға кеткенлерінден пайдаланып, чадырчықларны айланып бақып чықтылар. Мында ершей егітлік, урмет, сайғы, қорчалав тертібі, қануны есасында құрылған. Оғланларының диерлі эпісі ади чадырлар ішінделер. Ортада қызлар бұлынған балабан yüksek чадыр ачық дениздегі геміні андырмақта. Ят адамларының оңа келіп соқылмасы ичде мүмкін дегіл. Инсан деген шей насыл ағыр дешетлі вазиетте қалса да, ондан құртылмаға өзіне шарайет яратмаға чаре тапа. Ұзақтан қорқынчлы, қафлы, дешетлі олып көрінген шеге не қадар тез ве яқын барсаң, оның тесірі эксіле, қорқу ве дешетнің еріне башқа дұйғу пейда ола, яғни оның нен күрешмек әрекетіне тұтына екенсін, деп тұшынды жевайыр. Алие есе аңюз хайелен Ташкенттегі Киевінен чекішмекте. Элбет ошымды кеніш ве дүлбер проспектлерде машинасына тоз қондырмай юре. Эбзенген ана бабасының қолтығына соқылған. Қырымда yollarının тегізленмесіні, дүлбер евілерінің
курулмасыны беклей. Эки сөзүнүн биринде жебинде пара олганда анда барып топуракка, кумга карышып жүрмек караманлык дегил, дей. Анасынын этегини тутуп ири. Алия башын какытты. Буч балтылы түшүнжелерини башындан деф этмек тырышты. Балам, уйлей олган, ачтырсыңыз. Мавиле енген сизлерге чеберекнен кошап жоллаган эди, деди мемнун алда. Лейла узун сыяк кашларыны чаткан алда Энвер дайысына бакты. Енгемнин башка иши жок галиба. 2 күндүн биринде Асан бизге сыйлы ашлар кетире. Чок сак болсунлар. Лякин асылына алганда мында энди вазиет баягы деништи. Базарлар зеңгинлешти. Халкыбыздын аракетлери дуйула. Чеберекчилер пайда болдулар. Көбөтешкалар. Бизге ялыңыз вакыт меселеси жетишмей. Эрдаккамыз эсапта. Шундай эсе аначыгым, тизечигим, дайчыкларым көрүшүү вактымыз бүтөт, деди. Элиндеги саатыне бакты. Мен шымды, деп натыкчы йигит бетке чапып кетти. Огланга нелердир айтты. Соңра экиси берабер Алиянын догмушларынын янына келдилер. Расим, йигит эркесинин адын айтып, самимий селамлашты. Мусафирлерден Өзбекстан яңылыкларын сурады. Мында өз өмүрлөрүндө болуп кечкен базы күлүнчүлүү шейлер акында айтып күлүштүлөр. Соңра гизлиден саатыне бакып алды. Жевайыр оңа үйлелик аш акында айтканда, Расим азычык итираз эле күлүмсүрөдү. Bizler akşamga же, yani күнөш колунган же, мензилге барып ерлешмек керекмиз. Вактымызны качырсак, ишлер чаталлашыр. Бу исе бизге элверишлүү дегил. Анда барып ерлешкен соң, ашамак, раатланмак мүмкүн олур, беллейм, деди. Олаф эткенде тосат Лейляга бакып ала, йылмаймага тырыша, күлүмсүрөгенде чересинде айрыжа бир йымшаклык, самимийлик асылыла. Соңра Энвер, Лейла ve Расим бираз кенардан нелердир акында сүйлөштүлөр. Бу вакыт олар гайет жидди эдилер. Кенардан оларга диккатнен бакып турган Алие Расимни шундай тезден башланacak атешлі женг мейданына кирмеге азырланган сираскерге бензетти. Не үчүндүр өзүнүн де юреги чапаланды. Жевайыр Еваштан оларнын янына барды. Лейлянын Расимге күлүмсүрөп бакты. Bizler жедвелге жазылган эдик. Бүгүн барылacak жерге сизлерден кетмек мүмкүнмү? Деди кергинликни йымшатмак үчүн. Расим шынды бойле суал беклемеген эди. Не дежегини билмей, ялк этип Лейляга бакты. Сен комиссия азасысың. Не үчүн сустун? Деди. Сусмага шей жок. Мен бүгүн барылacak жеримизни бегенем. Уз участкамны тиземе бережегим. Буңа акым бардыр, беллейм. Самок иштекилер мени жакшы билелер. Анамларга эсе, Расим, комиссия азаларына сен айтып аңлатмак керексиң. Бизим захватта медицина докторуна бир участка тапылыр, беллейм, деди Лейля. Расим онун сөзлөрүнү таздык этер кеби башыны саллады. Bizler захватта медениет, санат хадимлери, алимлер ve bundan da gayrı мектеп, хастахане, бала бакчасы кибилерини көздө туткан алда аракет этмектебиз, деди. Чадырлар шээрчигинин мейданындагы жеме адамларга жолга не вакыт чыкылажагы ve анда барылажагы акында темелли аңлатты. Анда бир далгалануу пайда болду. Лейля аналарынан бираз авлакта оларга адамларга дуйдурмамага тырышкан кеби элини явашчыктан саллады. Янларына келип токтогон мавы жургулиге Расим ve Лейлянин берабер уч генч да отурдулар. Машинанын еринден көчмесинен көзден гайып болмасы бир болду. Алиянын юреги копуп кеткенки болду. Жевайыр онун билегинден тутту. Өзүңнү элге ал, Алие, деди. Кардашынын юрегини насыл тынчыландырмасыны билмей. Озу исе Энверлер кайда кеткенлер деп этрафка бакынды. Бу вакыт жер түбүндөн туртуп чыккан кеби янларында бир осмур огланын жаш кадынчык пайда болду.
Туғанчықларым, машинаңызда оғлымнен екімізге ер олмазмы? Деді қалтырауық сесінен. Жевайырге оның ялыңыз сесі дегілде, бұтын вүжуды тетреген кібі көрінді. Алиенің шашмалағаны етмеген кібі бұдашымды қайдан келіп шықты деп тұшынды Жевайыр, ләкин қадынчыққа мерхаметле бақты. Кейфіңіз жоқмы? Деп сұрады. Қадынчық оның сөзіні таздықлар кібі башыны саллады. Бұ вақыт Энвернен Кемал тез-тез келіп, Жевайырнен Алиеге машинаға отырыңыз деген кібі ишарет еттілер. Асан анавы қысчықнен кетті, деді Энвер, озы дүмен башына кечті, Кемал да оның янына отырды. Энвер тез-тез машинаны көчірмеге ниетленді. «Бір даққа тоқта», деді Жевайыр, соңыра қадынчыққа чевірілді. «Сіз бізімле кете білесіңіз, оғылыңыз яшларнен берабер кетерді, а?» Қадынчықның чырайы ағарды. «Йоқ, туғанчықларым, хаста дегіл өлсем біле, баламны анда ялыңыз юламам», деді, теренден кокус кечірген алда. Энвернен Кемал меселені аңлаған алда бірі-біріне бақтылар. Оғлан да хаста анасыны таныш болмаған адамларға бырақып кетмес, деп тұшынды Кемал, машинадан тұшты. «Мен барылажақ ерні яқшы білем, кел қардашым, сен менің еріме отыр, анаң раатсызланмасын», деді Кемал. Оғлан анасына тәжіпленген алда бақты. «Аначығы, мен екі дүния бір олса, ойым жемнің еріне отырып кетмем. Автобус, троллейбус деген кібі, анда сізлерден евел барып чықарым», деді ялварыжы Давушнен. Қадынчықның янақлары алландылар. «Бағышланыз, туғанчықларым», деп, машинадан түшмеге ниетленгенде, Жевайыр оның елінден тұтып тоқтатты. «Емжесінен берабер автобуснен кете берсіңдер», деді күлімсіреген алда. Машина шиыр бойлап кетеркен, баяғы ергече кімсе ағыз ачып бір сөз айтмады. Эр бірі өз фикрі ве түшінжесінен бент иседе, асылында эпісіні бір меселе раатсызламақта еді. Елге кечірмек істеген доғымыш топырақта шымды оларны нелер беклемекте. Doğrusunu айтқанда, bu işten менің көзім пек қорқты. Сізлеріні раст кетірмеген олсам, не япар едім білмейм, деді қадынчық, кокус кечірген алда, оз башына лақырды еткен адам кебі. Жевайырнен Алие оның не демек істегенini аңламаған алда, бірі-біріне бақтылар. Менің ішім мұнда башындан уймады. Башта учақ лиманына кеткен yol четінден еп құрмақ үшін еркесінен берабер оғлымнен екіміз топырақ алдық. Ләкин ерлі әкімиет андан епімізні сопалап қуып чықарды. Ләкин екінші әрекетіміз гуя яқшы олып чықты. Молодежнаяға яқшы барып ерлешкен кебі олдық. 2-3 күн ішінде бүтін захваттакілер бір жан бір тен олып муаққат евчіклер құрдық. Епіміз құра чектік. Оғылчығым мен екімізге пек гүзел ерчік тұшты. Қуана евчігімізге соқылдық. Ләкин ғарыпның ағзы ашқа тигенже башы ташқа тие дегенлері кебі, арадан бір күн кечмей, захватымызда бірден тракторлар, бульдозерлер пейда олдылар. Бізім евчіклерімізні бозмаға, ернен ексан етмеге башладылар. Согунч, ағлав, сызлав, шамата, күнеш қонув алдындан дерсін дүния батмақта. Біз оғлымнен екіміз евчігімізден шықмай жақ олдық. Ағыр бульдозерлерінің демірі келіп евчігіміздің диварына ұрғанда, отымыз патлар белледік, зорнен қачып етіштірдік. Андан кене мейданға келдік. Эр уйын учке жедейлер. Бұ сефер сізін кебі адамларға раст келгенімізге пек қуандым. Иншалла, бұ кересінде ішіміз юрышыр, деді қадынчық, озыны баяғы елге алған алда. Жевайырнен Алиеге хошнут алда бақты. «Иште бүтін хасталығым, қалтыравымның себебі шулар еді», деп күлімсіреді. Doğrusunu айтқанда олардан қорққан еріміз жоқ, амма халқымызны қайнағанларына янасын іште. Мені мындан қумақ дегілде, өлдірежек олсалар біле, артыма қайтмам. Бізлер мында қачмақ үшін келмедік,
деді Кати Таурнин. Машина суратінен шерден чықып тарла бетке бұрылғанда, топ-топ болып тез-тез кете атқан адамларының янынан кечеркен явашлады. Қадынның екі көзі yolдaki адамларда еді. Джаваирнен Алие bu kadın bizlerge озының лафазанлығынан не қорқмаға ве не де түшінмеге имкан берді деген кебі бірі-біріне бақып күлімсіреділер. Энвер тарлаға кіреркен, машинаны аз-ачық четке алып тоқтатқанда, o günde birden Kemal'nin lafazan kadının oğlu peyda oldular. O anasını көргенінен, ana emcemler de mındalar, olar yukarı mahallege keteler. Tez olunuz, artlarından yetişeyik, dedi. Kadınçық машинадан атылып түшті. Туғанчықларым, менің адым Назифе, ярын көрішірміз, деп оғлының артынан чапты. Джавайрлер машинадан түшкенде, Лейла мен Расим енді адамлар алқасында оларға нелердір аңлатмақта еділер. Соңра еркес дарқады. Еркеклерінің чоқысы Мысыр бұғдай сабақларыны кесмеге тұтындылар. Бір қачы егетісе, баш план бойынша участкаларыны бөліп башлады. Ләкин тарладаки Мысыр бұғдай сабақларыны ташымақ баяғы ел тұтмақта еді. Чевреге хафиф ақшам пердесі ортылды. Чоққа бармай, анда-мында мешаллер яқылды. Бұлар этрапқа эфсаневи бір көрініш бағышламақта еділер. Баяғы ер темізленгенінен бірден чақыл, құм, таш yüklü машиналар келіп шықтылар. Олар өз yüklеріні адамлар көстерген ерлерге авдарарақ, кейіне чар-чабек керіге дөнмекте еділер. Мысыр бұғдай сабағы ташуда Энвер, Кемал, Асан да яқшы әрекет еттілер. Оларға Алие мен Джавайыр де барып қошылды. Иш өз өзлігінден ойлы қызышып кетті ке, кімсенің башыны көтермеге вақты жоқ еді. Не демек олсын? Аман-аман ярым асырлық сүргінліктен сон, bu insanlar өз топрақларына сайып олмақталар. Böyle duygular altında çalışırkenler, geceni озғарып, серін таңны қаршылап алай атқанларыны өзлері біле дуймады. Джавайыр таң авасынан терең нефес алды. Қаршыда да төпесі таң көлгесі içinde bulunған Қараби яйлаға бақаркен, «Я Рабби, bu көкке арқа таяған yüce дақ етегінде яны қасаба құрылғаныны маңа да көрмек қысмет olmakta», dedi қуанышпен. 1986-1991 senelері бірінші kitapның соңы.